Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі сан есім. Бүгінгі сабақта сөйлемдер ішінен дара және күрделі сан есімді анықтаймыз. Хабарландыруды дұрыс жазуды үйренеміз. 52-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мәтіннен сан есімдерді тауып, олардың күрделі немесе дара екенін ажырат. Алматы облысы Есік қаласынан табылған алтын адам бейнесі дүние жүзін таңғалдырды. Қорғаннан 7 метр тереңдікте жерленген жас сақ көсемнің сүйегі табылды. Оның тәжінен бастап аяқ киіміне дейін атты, жолбарысты, тау ешкіні, түрлі құстарды бейнелейтін 4000 алтын алқа қадалған. Бас киіміндегі 2 тұлпар аттың бейнесі бар. Балалар, мәтіннен сан есімдерді тауып көрейік. 7, яғни мұндағы 7 сөзі дара сан есім болып табылады. 4000, бұл сан есім күрделі сан есім. 2, бұл дара сан есім болып табылады. 53-ші жаттығу. Хабарландыруды оқып, оның дұрыс жазылмағанын дәлелде. Хабарландыру. Сәуірдің 21 күні оқушылар мен ұлттық мұражайға саяхат жасалады. Мұражайға кіру ақылы. Хабарландырудың нақты уақыты және оның кім жазып отырғаны, төлемақы мөлшері белгісіз. Сондықтан да бұл хабарландыруды түзетіп қайта жазып көріңдер. Ал енді өз ойларыңды экрандағы дұрыс нұсқасымен салыстырып көріңдер. Хабарландыру. Сәуірдің 21 күні сағат 13:00-де оқушылар мен ұлттық мұражайға саяхат жасалады. Мұражайға кіру ақысы 300 теңге. Мектеп әкімшілігі. Балалар, дұрыс нұсқасын салыстырып көрдіңдер. Олай болса, сендер хабарландыруды қалай жазуды үйренді деп ойлаймын. 54-ші жаттығу. Берілген сан есімдерді сөзбен жаз. Сендер саңырауқұлақта тұрған сан есімдерді көріп тұрсыңдар. Олай болса, осы сан есімдерді сөзбен дұрыс жазыңдар. 11, 19, 25, 117, 150. Балалар, мұндағы сан есімдердің барлығы күрделі сан есім болып табылады. Олай болса, осы сан есімдерді қатыстырып, өз беттеріңше сөйлем құрастырып көріңдер. 56-ші жаттығу. Экрандағы суретке мұқият назар аударыңдар. Сурет бойынша өз беттерінше әңгіме құрап, ұстаздарыңа кері байланыс жасаңдар. Өздеріңнің құраған әңгімелерінде сан есімді қатыстырып сөйлем құрауды ұмытпаңдар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.